Қорыққанға қос көрінеді. Баяғыда қартайған әже, күлегеш немере, қыт-қыттай беретін тауық және пештің астын мекен ететін тышқан болыпты. Олар күн сайын су алуға барады екен. Әжесінің үлкен, немересінің кішірек, тауықтың қиярдың үлкендігіндей, тышқанның оймақтай ғана шелектері болыпты. Әжесі суды құдықтан тартып, немересі астаудан, тауық шалшықтан, тышқан торғай тұяғының ізіне сарқылған іркіндіден алады екен. Олар шелектеріндегі суды шалп-шалп, шолп-шолп еткізіп үнемі бір ізбен кейін қайтатын. Тағы бір жолы бұлар суға барған еді. Су алған соң олар жолшыбай бақшаны басып үйге қайтып келе жатады. Бақшада алма ағаштары өсетін. Оның бұтақтарында алма самсап тұрған. Алма ағашының түбінде қоян отырған. Кенет қатты жел соғып, алма ағашының бұтақтары шайқалып кетеді де, бір алма үзіліп түсіп, тақ етіп қоянның маңдайына тиеді. Қоян орнынан ата жөнелгенде, байқаусызда су әкеле жатқандардың аяғына барып оралады. Әлгілер үрейлері ұша қорқып, шелектерін тастай сала үйлеріне қарай қашады. Әжесі сәкіге құлай кетеді. Немересі әжесінің артына тығылады. Тауық пештің үстіне ұшып шығады, ал тышқан пештің астындағы қуысты паналайды. Ойпырмай, мені бір дәу аюдың талап кете жаздаған-ай, деп сарнайды әжесі. Немересі, әже, бір құбыжықтай қара қасқыр маған тап берді деп жылап қоя береді. Тауық пештің үстінде тұрып, қыт-қыт-қыт, түлкі мені аңдып жүр екен, жеп қоя жаздады деп қыт-қыттайды. Ал пештің астына тығылған тышқан, әлгі мұрты едірейген дәу мысықтың үрейімді ұшырғаны сондай, жаным шығып кете жаздады деп шиқылдайды. Ал бұл кезде зытып отырып орманға жеткен қоян бір талдың түбін паналап бұға қалады. Сонан соң жан-жағына қарап, басыма мұндай қауіп төнбес, 4 бірдей аңшы соңыма түсті. Бәрінің де иті бар екен. Әйтеуір жеткізбей құтылып кеттім деп айғайлайды. Қорыққанға қос көрінеді деген осы екен-ау.